Осы жұмысты біз 26 қарашадан бастадық. Бізде қазір таңда 21 бақылаушы істеп жатыр. Әр бақылаушыға біз 3 волонтердан бөлдік. Бізде ең остановкаларда жұмыс атқарып жатыр бұлар. Төле би, Бекжан, Алаш, Север, Нұрсат аялдамаларда ең основном жүретін автобустарда. Олар 4 сағат жұмыс істейді. Азан 9-дан бастайды и обедке шейін. Түсіндіру жұмыстарды атқарады. Біздің қаланың тұрғындарына қалай электронный карточкамен пайдалану, қолдану, қай жерден алу, сондай сұрақтарға жауап береді. Біздің өзіміздің чат бар, телефондар бар, сол телефондарға звондап, заявка береді. Осындай номер өшіріп қойған деп сондап айтады біз. Ол жерге біз мобильный группа шақырамыз, мобильный группа барады, анықтайды, ол не себептен өшкен, водитель мен кондуктор өшірді ма, или өзі өшіп қалған ба, сондай жұмыстар. Өзгерістер болды. Қазір жақсы, адамдар уже үйренді, уже қолданып жатыр, почти 80%, 85% деп айтуға болады. Халық бізде үйренді. Қолданып жүр электронный карточканы. Қазіргі таңда 100%-ға орнаттық. Жаңадан қосылған 150 автобустың, ТБАС компаниясына берілген 150 автобустың толығымен 100% мобильный терминалмен қамтыдық. Және түнде балалар мысалы түнгі уақытта орнату жұмыстарын жүргізеді, себебі күндізгі уақытта автобустар қызмет атқарады. Бүгін толығымен стационарлы валидаторларды толығымен орнатып бітеміз. Жаңа 150 автобустың бәріне. Үш-төрт перевозчик бар. Тұлпар сервис, Янс деген перевозчиктарымыз бар. Қалада қазіргі кезде әлі қызметін атқарып жатыр. Бірақ олар электрондық билеттеу жүйесінен бас тартқан автобустар. 43-ші маршруттар бар. Сіз айтқандай, олар әкімдік тарапынан қазір оларға шара қолданылып жатыр. Оларды мүлдем жұмысқа шығармаудың әрекетін қазір әкімдік тарапынан жасап жатыр. Электрондық төлем қабылдай алмайтын автобустар рейске шықпайды. Картамен төлеу және осы айдың 15-ші жұлдыздан дейін біз QR және SMS оплатаны орнатуымыз керек. Интеграция бізде бар. Партнерларымызбен қазіргі уақытта тест жұмыстары жүргізіп жатыр. Қазір біз толығымен сенімді болғаннан кейін халық тарапынан негатив қабылдамас үшін соны толығымен тесттен өткізіп, жұмыстарын жүргізіп, содан кейін барып енгізейін деп жатырмыз. Қазіргі кезде Android платформасында жұмыс жасап жатыр. iOS платформасының қазір тексеру жұмыстары болып жатыр. iOS платформасына ол міндетті түрде iOS платформасында қосылатын болады. Ол арқылы олар қай автобуста жүргенін, қанша көлемде ақша алынғанын және соңғы рет қашан толықтырған картаны барлығын көре алады. Бірақ қазіргі уақытта поэтапно дейді ғой, поэтапно жұмыс істеп келе жатырмыз. Қазір карта оплатасын енгіздік, QR оплатаны енгіздік, SMS оплатаны енгізіп жатырмыз. Және енді сол банк картасын мен оплатаға оғанда келеміз, міндетті түрде. Волонтерларға күнделікті волонтерлардың басшысы бар. Сол арқылы алдында әкімдік тарапынан келген адамдар бар. Солармен бірнеше жиналыс өткізіп, біз келіссөздер жүргіздік. Оларға міндетті түрде біз бір тамақ обед дейміз ғой, мысалға бір обед ұсынуды олар бізден талап етті. Сондықтан біз бір обед мысалға 1000 теңге көлемінде бағаладық. Және бір обедті оларға күнделікті шыққан күніне міндетті түрде белгіленіп отырады, беріліп отырады.
волонтерлар, мысалға енді волонтер еріктілер ғой, кемінде күнделікті 20-25 адам күнделікті міндетті түрде жұмысқа шығады. Негізі олар қазіргі таңда 40 шақты адам бар, бірақ енді волонтерлар әркімнің өзінің жұмысы бар, баратын жерлері болады. Сондықтан да күнделікті 25 волонтердан кем шығып жатқан жоқ. Интернет проблемасы әлі де кездесіп тұрады, себебі оны толығымен шештік деп айта алмаймын. Именно интернет проблемасын. Бірақ басқа проблемаларды, мысалға, басында өте көп кездесетін, карта жетіспеушілік, және де кондукторлардың өзінің валидаторларды өшіріп тастау, сондай қызмет жағдайлары азайды, көптеп азайды. Уже получается, карта қазіргі уақытта жеткілікті, кез келген көлемде бар деп айта аламын. Егер сіздің қолыңызда карточка болса, сіз 70 теңге төлейсіз, карта болмаған жағдайда 100 теңге қолма-қол төлейсіз. Ол жағдайда сіздерге міндетті түрде кондуктор билет немесе чек беру керек. Басқа да сұрақтарыңыз болса, қоюларыңызға болады. Всем добрый день. Проводим разъяснительные работы по поводу карты Толем. Если у вас имеется карта, вы оплачиваете 70 тенге. Если нет карты кондуктора, на руки оплачиваете 100 тенге. Кондуктор должен вам дать чек. Если у вас имеются какие-либо вопросы по поводу карты Толем, вы можете задавать.